Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге ең оңай салат, нәзік деген салат жасаймыз. Қараңыздаршы, мына қандай керемет. Уақытты көп алмайды, 20 минутта дайын болатын өте нәзік салат. Видеоның басынан соңына дейін менімен бірге болыңыздар, бірге жасап үйренейік. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі ерекше салатымыздың ең бірінші біз ерекше алып сухаригін жасап алайық. Яғни батон наннан сухарик жасаймыз. Сол үшін бізге 2 тістеме сарымсақ керек. Сарымсағымызды чеснокодавка дейді ғой, өткізіп аламыз. Чесногымызды өткізіп алдық. Чесногымыздың үстіне, сарымсағымыздың үстіне сұйық май құямыз. Сұйық майдан 1-2 ас қасық болса жетеді. Және үстіне қара бұрышымызды, дәмдеуіштер, яғни тек қана шөптерден жасалған дәмдеуіш саламыз. Және қызыл паприка қажет болады. Паприкадан көп емес. 1 чай қасық болса болады. Батон нанымыздың қуырғанға, яғни соус деп айтсақ та болады, соусымыз дайын. Келесі батон нанымыз. Ал келесі бізде, құрметті көрермендер, батон нанымыз. Батон нанымыздың бізге тек қана іші қажет. Және де жарты батон болса жетіп қалады. Осылай жұқа етіп турап алып, сыртындағы, яғни қабықтарын, қатты жерлерін алып тастаймыз. Мінекей құрметті көрермендер, яғни батон нанымыздың тек қана ішін алдық. Енді осыны майда-майда көбейтіп турап аламыз. Яғни ол бізге сухарик үшін қажет. Сухарикті өзіміз қолдан жасаймыз үй жағдайында. Ал мінекей құрметті көрермендер, майда етіп біз нанымызды, батон нанымызды турап алдық. Енді келесі қуыруға осы батон нанымыздан сухарик жасаймыз. Ал кеттік. Мінекей құрметті көрермендер, біз жаңағы дайындаған смесіміз дейді ғой, чеснокпенен араласқан. Соны мынандай ситамыздан өткізіп аламыз. Қызыл паприкасы сәл көп болып кетті, бірақ ештеме етпейді. Сита өткізіп, бізге чеснокпенен жаңағы көкөністердің, дәмдеуіштердің дәмі шығу керек. Мінекей дайын. Кішкене аздау десеңіздер, үстінен сұйық майды құйып жүріңіздер. Бізге сухарикке қуырылғанға көп майдың қажеті жоқ. Осының үстіне енді сухарикімізді, жаңа батон нанымызды салып, бізге сухарикке жасаламыз. Жай оттықта өстіп, қызып қызарғанша араластырып болып тұрамыз. Мінекей құрметті көрермендер, сухаригімізді қуырып алдық. Қытырлақ нанымызды. Қараңыздаршы, қызыл қуырылды әдемі. Біздің сухаригіміз, яғни қытырлақ нанымыз дайын. Келесі бізге бұл керемет ең оңай салатқа қажет сыр, сливочный сыр алдым мен. Коптить етілген тауық аяқтары, қызанақ қажет болады, 3 қызанақ, және піскен жұмыртқа. Жұмыртқаны ең басты пісіріп, суытып аласыздар. Енді осы тұрған барлық заттарымызды майда көбейтіп турап аламыз. Әр қайсысын бөлек-бөлек.
Мінекей құрметті көрермендер, майда етіп сырымызды турап алдық. Неше грамм деп сұрап жатсаңыздар, описание бөлімінде міндетті түрде қанша граммнан екенін, количествосын, яғни неше дана керек екен бәрін описание бөлімінде жазып кетемін, қарасаңыздар болады. Келесі жұмыртқамызды турап алдық. Ал келесі қызанақ. Ал ең соңғы этабымыз бізде тауық. Копченый аяқтарын біз бетіндегі несін алып тастаймыз. Яғни терісін дейміз ғой, керек емес. Сүйектен ажыратып, бәрін сүйектен ажыратып алайық. Ал мінекей құрметті көрермендер, сүйектерінен ажыратып алдық. Енді бұны да майда көбейтіп турап аламыз. Ал мінекей құрметті көрермендер, барлығын турап жайғастырып алдық. Сухаригімізді жанымызға қойып алдық. Жұмыртқамыз, сырымыз және қызанағымыз бәрі дайын. Ең бірінші мен мынандай кольцо алдым. Пирог пісіретін кольцоның диагоналі где-то 24 сантиметр болады. Енді ең бірінші астына туралған тауығымызды саламыз. Ең астына копченый тауығымыз дейді, соны салып аламыз. Міндетті түрде жандарыңызға тұз бенен қара бұрыш алып алыңыздар, және бізге майонез қажет болады. Осыдан кейін сразу астына майонез саламыз. Майонезден кейін тұзымызды, қара бұрыш салып тұрамыз. Келесі бізде жұмыртқа. Қасық алып алайын, бір сыпыра. Келесі тағы да жұмыртқа майонезіміз. Жұмыртқамызды да салып алдық. Жұмыртқадан кейін майонез, қара бұрыш, тұзымызды саламыз. Келесі бізде қызанақ. Қызанақты суын сорғытып саламыз, яғни бізге суы қажет емес. Суы астында қалу керек. Құрметті көрермендер, сіздерге қонақ күтем десеңіздер, яғни қонақ күткен кезде бұның бәрін бірге араластырмай, яғни бөлек-бөлек қойып, қонақтар келген кезде ғана бәрін біріктірсеңіздер де болады. Не болмаса бәрін салып, сухаригін ғана ең соңында қонақ келген кезде бетіне салсаңыздар да болады. Неге десеңіздер, сухариги суға түскен соң ісіп кетеді, білесіздер. Бірнеше тарелкаға порционна жасайым десеңіздер де болады. Болмаса ортаға осылай кешкі асқа тамақпен бірге жегенде тойымды салады, өте тойымды салады. Және еш қиындығы жоқ, тек қана жұмыртқа пісірем, сухаригиді жасайым дегендеріңіз болмаса, тек өте оңай, 10 минутта дайын болатын салат. Келесі тағы да тұзымызды саламыз. Қара бұрышымыз және майонез. Мінекей қызанақтан кейін майонезімізді салдық. Келесі сырымыз, ең бетіне сырымыз саламыз. Міндетті түрде тұз бен қара бұрышты салып тұрыңыздар. Неге десеңіздер, бұл дәмін береді, бөлек өздерінше, өзгеше. Ал енді ең келесі
біздің салатымыз сухарик. Мінекей құрметті көрермендер, бүгінгі біздің ең оңай салатымыз дайын болды. Қараңыздаршы, қандай керемет. Бетіне кунжут себіңіздер аздаған және оформление көкөніспенен әрлендірсеңіз болады. Қараңыздаршы, қандай керемет. Аппетитный болып тұр. Ал енді дәмін көрейік сіздермен бірге. Ал құрметті көрермендер, ондай болса, бүгінгі біздің салатымыздың, нәзік салатымыздың дәмін көрейік. Шаштық, бәрін шаштық. Ештен кетпейді. Дәмі деген енді керемет, құрметті көрермендер. Ауызға салсаң, сухаригіміздің өзінің бір ерекше дәмі шығып тұр. Жаңағы чесноктың дәмі керемет, енді керемет. Жасап көріңіздер. Ал құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар.